басты талабымыз мейлі жайымызда салсын, 1 жылдық налогымызда төлемей, хотя бы біздің мынау шығарған ақшамыздың жартысын төлеп берсін. Жайды сен өзің үшін саласың, мен үшін емес. Өзің үшін саласың. Өйткені біз саған налог төлеп жатырмыз, күніге пәленбай мың алып жатсыңдар, оған біздің неміз жоқ. Ал жайға не елеміз мәселе? Осыны шешіңдер. Біз жайға не елеміз? Осыны шешіңіздер. Мысалда қара, тек товар да кеткен жоқ. Қанша ақшалар кетті міне. Ақшаны қойып та кететіне осы жерге. Үйіміз сияқты кеткен ғой. Ақшамыз кетті қанша. Негізі принципиально системно шешу керек та мына бір проблема. Страхованиені қарау керек дұрыстап. Жаңағы егесінің жауапкершілігін, өзінің сатушылардың жауапкершілігін, противопожарный жауапкершілігін бәрін қарау керек. Мынау күші қанша адам тағдыр. Он 15-20 күннің ішінде біз халыққа осы орындарын істеп беруге тырысамыз. Бүгінгі күннен бастап уже әрекет жасалады. Бүгін тазаланады, ертеңнен бастап экспертиза мына жақтан тексеріп жатыр, солардан рұқсат берілсе, біз келіп, КамАЗ бар ма, самосвал бәрін кіргізіп, тазалап уже әрекетін жасаймыз. Ауданымызда комиссия құрылды. Сол комиссияға сәйкес жаңа келген шығындар анықталып жатыр. Сонымен қатар тиісті құзырлы органдармен жаңа өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Базардың иесімен келісімге келдік. Ертеңнен бастап базарды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Бір 20 шақты күннің ішінде толығымен базарды қалпына келтіріледі. Сонымен қатар келген шығындар бойынша біз жаңағы қалпына келтіру бойынша тиісті жұмыстар атқаратын боламыз алдағы уақытта.